Ассаламу алейкум. Бүгін сіздермен бірге нағыз түріктің мерджимек чорбасын дайындаймыз. Ең алдымен көкөністерімізді турап аламыз. Пиязымызды ұсақтап төртбұрышты етіп тураймыз. Сәбізді ұсақтап төртбұрышты етіп тураймыз. Немесе үккіштен өткізіп алсаңыздар болады. Картопты да ұсақтап төртбұрышты етіп тураймыз. Жасымықты салқын суда жақсылап бірнеше рет жуып аламыз. Өте қатты кір болады. Содан соң кастрөлге кішігірім май қойып, пиязды 1-2 минуттай араластыра отыра қуырамыз. Содан соң сәбізді, картопты салып 2-3 минуттай араластыра отыра қуырамыз. Томат пастасын саламыз. Тұз себеміз. Жақсылап араластырамыз. Жуылған жасымықты салып, тағы да 1-2 минут араластыра отыра қуырамыз. Ыстық су құямыз. Араластырып, бетін жабамыз. Астыңғы отын орташаға қойып, баяулатамыз, піскенше күтеміз. Бөлек ыдыста сары майымызбен сұйық майымызды ысыттып, оған кептірілген жалбыз қосамыз. Орегано және базилик қоссаңыздар болады. Қызыл бұрыш, қара бұрыш қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Осылай отты ұстаймыз. Мінекей қызарып көпіре бастайды, сонда астын өшіреміз. Енді біздің жасымығымыз әбден пісті. Блендермен жақсылап тұрып еземіз. Содан соң жаңағы майымызды қосамыз. Бұл өте дәмді, ерекше бір дәм беретін болады. Сосын 1 тілім лимон шырынын салып, бір бұрқ етіп қайнатып аламыз. Лимонды алып тастаймыз. Енді жаңағы сухарикін дайындаймыз. Ол үшін қатқан нан болсын, осындай қара нанды ұсақтап, төртбұрыштап тураймыз. Кептірілген сарымсаққа базилик қосамыз, сұйық май қосып араластырып, осы нанға құйып, жақсылап тұрып араластырамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште қызарғанша кептіріп аламыз. Міне сорпамыз дайын, нағыз түріктің мерджимек чорбасы. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Балжан Канафина. Лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.